1903 жылы жазда мен 6 жасқа шыққанда Абайдың қолда бар өлеңдерін түгел жаттап болдым. Әжем енді өлеңдерді Абай атаңның өзіне оқып бересің, батасын аласың деп, мені Абай ауылына алып барды. Бол енді. Айта ғой енді. Болыс болдым мінекей. Абай өзі өңі сұсты. Адамға тік қарап, көзін қадап сөйлейтін. Болмаса, ғылым таппай мақтанбан айтшыған. Мен қорыққанымнан тілім байланып, өлеңін айтпақ түгілі. Бетіне қарай алмай, тұқырайып тұрдым да қалдым. Айт енді бол енді. Бәріміз сағын қарап отырмыз ғой. Не деген жасық бала мына өзі. Ой, болды жылама. Атаңның басы ауырады бала жыласа. Келші. Маған кел. Кел ама. Бара ғой атаңа, бара ғой. Құлыным. Кел. Болды жылама. Жігітсің ғой. Қорқақ болма. Батыл бол.